Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Міне менің алдымда осы соңғы 2 жылдың аясында аттары ақталып, мұралары халқына қайтарылған арыстарымыз Ахмет Байтұрсыновтың, Мағжанның, Жүсіпбек Аймауытовтың, Шәкәрімнің шығармалары жатыр, кітаптары жатыр. Осыларды оқи отырып, бұл кісілердің халқына деген махаббатының үлкендігіне қайран қалып отырып, бір жағынан бір ащы өкініште өзек өртейтін сияқты. Себебі 60 жылға жуық уақыт бойы бұл осы мұралармен біздің халқымыз бөлініп, осы байлыққа қолдар жетпей келді. Қанша өкінішті болғанмен, енді ештеңе кеш жақсы деген халқымыздың нақылын еске ала отырып, бұл мұраларға қазір біз бұл мұраларды игеру үстіндеміз. Және бір қуаныштысы, енді бұл арыстарымыздың саны, бұл тізім күннен күнге көбейіп келеді. Жақында өткен жылы мына Қазақстан Компартиясы орталық комитеті жанындағы арнайы комиссияның қаулысымен Міржақып Дулатовтың бүкіл мұрасы және аты ақталып халқына қайтарылған болатын. Біздің бүгінгі хабарымыз осы Міржақып Дулатовтың өмірі мен творчествосына арналады. Хабарға Гүлнәр Міржақыпқызы Дулатова, Каспийдің доценті Молдабай Әбдіров, тарих ғылымының кандидаты Мәмбет Қойгелдиев және мына Әуезов атындағы Әдебиет институтының ғылыми қызметкері Марат Әбсемет қатысып отыр. Найзамен түртсе де жатырсың қазақ оянбай, мұнша қалың ұйқыны берді бізге ай Аллай. Бар мекен біздей ғафыл жұрт, атырапқа көз салсақ, көз өскенше ұйқыға келе жатқан тоя алмай. Етемін үміт жастардан, жаңа гүл шашқан бақшадай, өмірден оңай кім табар, жар салып жұртқа қақсамай. Халыққа жастар басшы бол, қараңғыда жетектеп, терең судан өтірмі, мың қойды серке бастамай. Алғашқы сөзді Гүлнәр апайға берерден бұрын, мынау Қазақстан пионерінің өткен жылғы август айындағы бір санында осы Міржақып Дулатовқа арналған материал берілген екен. Сонда Гүлнәр апай туралы былай деп жазыпты. Содан бір үзінді келтіре кетейін. Тауқыметі мол уақытта халық жауының қыз атанып, оқуға да жұмысқа да іліге алмайды. Дулатова деген фамилияңды ұмыт, өзгерту керек деп тавандап талап қойғандар да болыпты. Деп айта келіп, содан Гүлнәр Міржақыпқызының әкесі Міржақып Дулатовтың түпнұсқа шығармаларын, документтері мен қыруар хаттарын, уақытты тоқтата алған жалғыз құдірет, жүздеген фотосуреттерді, тағы басқа толып жатқан тарихи жәдігерліктерді, басына төнген қауіп-қатердің қандайына қарамастан дін аман сақтап жеткізгендігі қандай ерлікке пара-пар десек, бұрымтал болар екен деп жазыпты. Сондықтан Гүлнәр апайдың расында да осы ерлігіне басымыз дей отырып, енді Гүлнәр апай, осы әкеңіз сіздің есіңізде қалай қалды, өскен ортасы қалай еді деген әңгімеден бастасақ деп отырмын. Рахмет бейбіт сөзіңе. Алдымен мен қысқаша әкемнің туып өскен жерін айтайын. Бұл әкем Міржақып Дулатов 1885 жыл 25 ноябрьді Торғай уезі бұрынғы Сарғопа дейтін жер Қоңыраулы өзенінің бойында 3-ші ауылда туып өскен кісі. Әкем менің өте ерте 2 жасында шешесінен айырылып, 12 жасында әкесінен жетім қалып, содан кейін ол кісіні асырап, әрі әке, әрі аға орнына болған Асқар Дулатов дейтін үлкен ағасы. Мына кісі болады, суретін сіздерге көрсетіп қояйын. Бұл ағасы ең әуелі әкесі екеуі ауыл мұғаліміне беріп оқытады, бірақ одан ешқандай нәтиже шықпайды. Одан кейін барып 12 жасқа толғанда барып Торғайға барып орыс қазақ мұғалімдер училищесіне кіргізеді. 1997 жылы. Содан 1902 жылы сол оқу орнын бітіріп, халық ағартушы мұғалім деген атақ алып, өзінің ауылына, еліне келіп, сол жерде мұғалімдік қызмет істеп жүрген.
бұл кісінің мұғалімдік қызметі онша елде көп болмайды. Неге десеңіз, өзінің санасы, сезім сол өзінің оқуын әрі қарай дамыту үшін көп кітап оқытып, өзін-өзі мына татар, орыс әдебиеті, шет елдің үлкен жазушыларының кітаптарын алдырып оқып, сонымен білімін өзі дамыта берген. Осыдан басқа ол кісінің оқыған орны жоқ. Өзінің биографиясында әлгі жазатыны бар. Менің білімім ниши дейді, жоғары білімім жоқ деген сөз. Бірақ оған қарамастан өзінің сол талабымен барлық өзінің алдындағы ағаларынан үлгі алып, аға деп отырғаным Ахмет Байтұрсынов, сол кісінің ықпалына көшіп, содан бұл кісі өзінің оқу дәрежесін, білімін жоғары дәрежеге көтеріп, кейін қазақ халық ағарту институтында сабақ беруге дейін жетті. Одан кейін өзінің істеген қызметі бұл газет шығарумен журналистика саласында өтті. 1913 жылдан 18 жылға дейін Ахмет Байтұрсынов екеуі сол Орынборда қазақ газетін шығарып тұрды, 5 жылдай. Одан кейін барып түрлі жағдайлармен өзінің сол қызмет бабымен әр жерде, енді Міржақыптың бармаған, баспаған жері жоқ, өтпеген жерлер болған жоқ. Анау Петербургтан бастап 1907 жылы, одан кейін барып Москва, Орал, Семей, Орынбор, Қызылорда, Ташкент, Минск, Харьков, Киев дейміз. Енді көп жерлерді қызмет бабымен жүрген кісі. Міне 1921 жылы мен өзім ол кісінің Ташкенттегі Ақжол газетінде редакцияда істеп жүрген уақытын білем. Сол кездегі түскен мынау өзбекше салтымен, киімімен түскен сүгірет. Ұзағырақ ұстаңыз. Ұзақ, оң жағында әкемнің Ғазимбек Бірімжанов деген кісі, ол да журналист болған, кейін Берлинде оқып, агрономдық мамандық алып келген. Мына сол жағында журналист Ахмет Сафа Юсупов, өзінің бажасы. Кейін екеуі Еңбекші Қазақ газетінде бірге жұмыс істеді. Бұл әкемнің 1928 жылы 17 декабрьді Голощекин заманында бұл кісілерге жазасыз айып тағылып, содан бұл кісілерді қамауға алды. Әкеммен бірге 32 адамды өңкей зиялы қазақтың оқымысты кісілері кетті. Ішіне дәрігері бар ма, жазушылар, журналистар, дәрігерлер. Мінекей осындай кісілердің барлығы сол жерде ұсталып, әр жерде қамалып, Ташкентте, Шымкентте, Ташкентте деп отырғаным Мұхтар Әуезовті ұстады, Шымкенттен Жүсіпбек Аймауытовты. Енді әр жерден сондай өзінің қаламдас, пікірлес достарын барлығын қамауға алды. Бұл 1929 жыл мен әкемді 13 жасыма толғанда ақыр рет көргенім сол Қызылорданың станциясында Ахмет Сафа Юсупов, менің әкем, сосын Жүсіпбек Аймауытов үшеуін бір вагонмен бір жаққа алып кетті. Сонда біз қасында тұрып, жылап, сықтап, әкеммен ақырғы рет көріскенім сол болды. Одан кейін 15 күн өткеннен кейін Москвадағы Бутырский түрмеден бірақ шыққаны, сол жерден хат келді. Енді ол кісі сол жерде көп отыр, 1,5 жыл жаңғыз өзі бір камерда отырып, одан кейін ату жазасына бұйырылып, ату жазасымен 9 ай сол қамауда отырып, артынан ол ату жазасын 10 жылға аударып, сосын анау Ақтеңіздің ортасындағы Соловки дейтін лагерға жіберді. Лагерді сол жерде жүргенде өзінің қасында Мырзағазы Есболов дейтін аға болды, Ғазимбек Бірімжанов болды. Одан кейін тағы неше түрлі, неше ұлттың уәкілдері болды, оқымысты кісілер. Енді мен сіздерге не айтамын, әкемнің
мен қандай деп білем енді. Біріншіден, әркімнің өзінің ұстазы болады, оққан, сыйлайтын орталығы болады. Сонда Міржақып мүшелі жас кіші болса да Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейхановтан солармен қатар, үшеуінің аты қатар жүрді өмір бойы, жұмыс істесе бірге істеп жүрді. Ал енді олар жаңғыз ғана өздері емес, үй-іштерімен, бала-шағаларымен бір-бірінің сол саясына, мен өзім солардың ортасында тудым, солармен бірге өстім, соларды мен ата деп бірінші рет ата қылған да менмін. Енді айта берсе әңгіме көп. Бұл әкемнің бір өлеңінен екі жол есімде қалды. Ол былай дейді: көңіл батыр, тіл қорқақ, айтатын сөзім көп еді дейді. Міржақып туралы көп айтуға болады. Осы кісілерге қарап отырып, бұл кісілердің жан-жақты, сондай жан-жақты, мысалы Міржақып тек қана өлең жазбай, анау есеп кітабын жазып, сол халқын көтерсек деген бір үлкен сезімде болған ойлай кеп, бұл кісілерді маған ой келетті, сол тудырған сол заман бекен дегенде. Мен осы орайда Мәке сізге сұрақ қойғалы отырмын. Сол уақыт, сол кездегі анау бірінші орыс революциясы, ана жақтан келіп жатқан сол ағартушылық, демократиялық бағыттағы идеялар, бұл қазақ даласы шет жатса да боларға соның шарпуы жетіп жаттау деген ой келетті. Сол заманамен, сол уақытпен байланыстыра әңгімелесеңіз сіз. Тура айтасыз. Енді мынау халықта бір үлкен сөз бар. Адам әкесінен гөрі заманына көбірек ұқсайды дейді. Егер марксизм тілімен айтсақ, адам бар болмысымен өзінің қоршаған ортаның қоғамдық қатынастар нәтижесі дейді. Осы тұрғыдан алғанда Міржақып Дулатов өз заманының белгілі бір тарихи кезең болғанда да жай кезең емес, өте күрделі, өте маңызды халық тарихында кезеңнің азаматы болды. Сондай ұлы болды. Сондықтан да Дулатовтың табыстарынан да, кемшіліктерінен де жіберген өмірінде сол заманымен оның болмыс бітімімен тығыз байланыста қарау қажет қой деп ойлаймын. Ал енді бұл біріншіден. Екіншіден айтатын нәрсе, Міржақып Дулатов 20 ғасырдың бас кезінде әлеуметтік топ ретінде қалыптасып үлгерген қазақ ұлттық интеллигенцияның өкілі деп айтуымыз керек. Қазақ ұлттық интеллигенцияның өкілі. Ал осы интеллигенция буынының, ұлттық интеллигенция буынының өз қалыптасу, даму ерекшеліктері бар. Міржақып Дулатов сияқты рухани мәдениеттің, қоғамдық ойдың ірі өкілдерін қарағанда осындай методологиялық принциптерді ұмытпаған жөн сияқты ой деп ойлаймын. Ал енді осы жерде жаңа өзіңіз айттыңыз, бейбіт, мындай үлкен мәселе бар. Ұлттық интеллигенция деген уақытта біз осы уақытқа шейін мына ғылымда болсын, қоғамдық ойда болсын, ұлттық интеллигенция болды ма, болмады ма деген мәселеге жақсы, тиянақты, аргументті, дәлелді жауап бере алмай келе жатырмыз. Біз енді оның себебі бар деп айтты. Жаңа Гүлнар апай дұрыс айтады. Себебі 20 ғасырдың бас кезіндегі біздің ұлттық интеллигенцияның басым бөлігі, оның ең көрнекті өкілдері Алаш партиясының құрамына тартылды. Ол да тарихи шындық. Біз енді мынау қазір қайта құру кезеңі, біздің партия осында бізге жақсы жағдай жасап отыр, жақсы рухани ахуал жасап отыр. Осында жағдайда біз барлық тарихта болған құбылыстарды, процестерді толық жан-жақты диалектикалық тұрғыдан қарауымыз керек қой деп ойлаймын. Ал енді мысалға осы ұлттық интеллигенция деген уақытта біз ұялмай, кәдімгі үлкен мақтанышпен айтыламыз. 20 ғасырдың басында бізде ұлттық интеллигенция болды. Мына әдебиетте мысалы осы уақытқа шейін мынандай пікір бар. Қазақ халқының 2% жазып оқи алды дейді. Бар болған 21 жоғарғы оқу білімді азаматтар болды дейді. Бұл мен ойлаймын дұрыс пікір емес, жалған пікір. Оған қандай дәлел бар дейік. Егер де біз сауаттылық құрамын алсақ, мына соңғы кезде біздің көрнекті ғалымдарымыз мынандай пікір айтып жүр. Егер де біз қазақ қоғамында орысша ғана емес, мына шығыс араб графикасында жазып оқи алған кісілерді есептесек, онда біздің шамамен қазақ қоғамындағы халықтың 10% сауатты болған деген пікір бар. Мен ойлаймын, сол пікір негізді, дәлелді пікір. Ал енді мына жоғары білімді азаматтарға келсек, менің қолымда тізім бар.
осы тізім мынау бұл нақты архивтерді, архивтік материалдардан және мынау бізден бұрынғы үлкен ұрпақтан алынған дерек. Сол бойынша 134 адамның бізде қазақ қоғамында жоғары білім алған азаматтар. Бұлардың ішінде Москва, Петербург университеттерін бітірген, Қазан, басқа институттарды бітірген, сондай-ақ Берлин, Варшава, Египет сияқты үлкен орындарда, Стамбул үлкен орындарда білім алған қазақ азаматтар. 134 адам. Ал бұл кеше ғана осы жақында Лениншаста берген интервьюінде академик Зиманов айтты, Россияның жоғары оқу орындарында 20 ғасырдың бас жағында шамамен 200-ге жуық қазақ жастары оқыды деді. Бұның бәрі де негізді дәлел деректер. Сондықтан біз оған осы тұрғыдан қарауымыз керек қой деп ойлаймын. Ал енді Міржақып Дулатовқа келсек, Міржақып Дулатов осы 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақ ұлттық интеллигенциясының ең көрнекті өкілі, ең белсенді өкілдер тобына жатады. Ал енді осы ұлттық интеллигенция не бітірді? Осы бар болса, осы ұлттық интеллигенция не бітірді деген заң сұрау туады. Бұл тұрғыдан келсек, интеллигенция дегеніміз жалпы рухани мәдениеттің, рухани өндірістің өкілі. Ал біз мысалға мындай пікір келтірдік. Жақында ғана осы мынау татар ғалымы көрнекті Каримуллин мындай факті келтірді. Қазақ азаматтарының, қазақ интеллигенциясының шығарған кітаптары үлкен саны 1 миллион экземплярға жуық екен. 1 миллион экземпляр. Революцияға дейінгі. Ал енді мынау Орынбор, Қазан, Петербург, барлық осы Уфа, барлық осы орындарда, баспа орындары қазақ интеллигенттерінің кітаптарын басқан. Бұдан бөлек, өздерің жақсы білесіздер, біз октябрьға шейін осы біздің қазақ интеллигенциясы өздерінің басылымдары болды, газеттері, журналдары болды. Ал енді сіз жаңа айтқан, осы біздің қазақ интеллигенциясы деген уақытта біз мына нәрсені дұрыс түсінуіміз керек. Сіз жаңа дұрыс айттыңыз, алғашқы орыс революциясы. Алғашқы тұңғыш орыс революциясының қазақ интеллигенциясына тигізген әсері бұл өте үлкен. Өте үлкен. Біз Міржақып Дулатов оның серіктерін айтқан уақытта біз белгілі дәрежеде айтыламыз. Бұлар белгілі дәрежеде орыс тұңғыш революциясының тікелей ықпалымен пайда болған ұрпақ. Бұлардың өмірін тура осы бұл революция үлкен ықпал етті. Олардың өмірінің соңына шейін үлкен сондай әсері болды десек, біз қателеспейміз ғой деп ойлаймын. Ал енді Міржақып Дулатовтың енді осында отырған кісілер жалғастыра жатар, бірақ енді мен ойлаймын өмірінің кезеңдерін алсақ, бұл кісінің мынау бұл 1905 жылғы қазір Марат ол туралы жақсы айтады. Сол кезде ол кісінің мынау белсенділік көрсетіп үлкен газет шығаруға жасаған ықпалы. Ал енді мен өзім мысалға мына архив материалдарын қарай жүріп, Орынборда архив ол кісінің енді сол кезде қазақ мәдениетінің үлкен орталығы Орынбор қаласы, өзіңіз білесіз. Сонда мен архив материалдарын қарап отырып мындай фактіні кездестірдім. Сол кезде біздің мынау Орынбор төңірегінде болған, Қазанда болған интеллигенция керемет үлкен белсенді қызмет еткен. Мынау рухани өндірісте болсын, кітап, публицистикалық бағытта болсын, қоғамдық саяси қызметте болсын, керемет үлкен белсенділік көрсеткен екен. Ал енді соның ішінде біз мына қазақ газетін бөлек айтуымыз керек. Қазақ газеті деген уақытта мен сіздерге осы архивте қарап жүрген уақытта мынау Ахмет Байтұрсыновтың өзінің қолымен жазған 1914 жылы майда газеттің екінші редакторы есебінде өзі торғайға кеткенде Міржақып Дулатовты бекіту туралы мынау сол кездегі Орынбордың генерал губернаторына жазған арызын мен кездестірдім. Бұл тікелей Ахмет Байтұрсыновтың өзінің қолымен жазылған. Ал енді сонымен бірге тура осы арыздың екінші бетінде тағы да мына Байтұрсынов өзі қол қойған редактор ретінде қазақ газетінің. Ал оның екінші жартысында Міржақып Дулатовтың өзінің осы екінші газеттің, қазақ газетінің екінші редакторы болуға келісетіндігін, ол міндетті мойнына алғандығы туралы қолхаты бар. Осында кездесу. Ал енді бұл қазақ газеті Міржақып Дулатовтың өмірінде ерекше орын алады. Себебі Міржақып Дулатовтың публицист, ақын, қайраткер ретіндегі бар талантының, бар үлкен талант қуатының көрінісі осы қазақ газетімен тікелей байланысты. Ал енді одан кейін кезегін алсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл 16 жыл, 17 жыл, 17 жылдан кейін кезең. Біз енді бұл жерде мына нәрсені тура түсінуіміз керек. Міржақып Дулатовтың өмір жолы бір сыдырғы жақсы болды деп айтсақ, бұл қателескен болар едік.
бұл өзінің заманы сияқты қайшылықта болды өмір жолы. Күрделі болды, өте ауыр болды. Жалпы қазақ интеллигенциясының өмір жолы сияқты Міржақып Дулатовтың да өмір жолы өте ауыр, өте күрделі қайшылықта болды. Әсіресе оның 17 жылғы Октябрь өлкесінен кейінгі басқа да қазақ интеллигенттермен бірге адасуы болды, шалыс басуы болды. Біз енді оны оқушылар жақсы біледі, көрермендер жақсы түсінеді. Біз енді сондықтан ол қайшылықты да тура қабылдауымыз керек, тура заман биігінен тура түсініп, тура бағалай алуымыз керек қой деп ойлаймын. Ол бізге түсінік. Тұрсын әке, енді мынау қазақ газеті туралы жақсы айттыңыз ғой жаңа. Бұл өзі Алашордамен байланысты деп кезінде көп зерттелмеген газет қой. Егер зерттелсе, мен ойлаймын, осы Міржақып Дулатовтың көптеген қыры да сонымен бірге ашылады деген ойдамын. Ал енді мен есімде қалған әкемнің орталығындағы болған кісілерді айтсам, олар барлық атақты белгілі кісілер, қазақтың ең алғашқы оқымыстары. Мен біріншіден айтатыным Ахмет Байтұрсынов. Ол кісі жаңада айттым, бірге жұмыс істеді. Одан кейін Орынборда бірге тұрдық. Одан 25 жыл Орынбордан біз көшіп Қызылордаға келдік. Қызылорда тұрғанда біз бәріміз бір үйде тұрдық. Бала шағаларымен, міне Шолпан да менімен бірге өсті. Одан кейін Аумат, Хазихан дейтін балалар болды, оқытуға келген ағайындардың балалары. Олар бір себептен өздері артынан елге кетіп қалды. Ал енді қолында қызы болып тәрбиесін көрген ол Шолпан Ахмет қызы Байтұрсынова, қазір Байсалова деп жүр. Ал енді әртүрлі жағдай болды. Біз әкем ұсталмастан бұрын, міне біздің Дулатовтардың семьясы, үй іші, міне мәдениеттің ортағы деп айтуға аузым барады менің. Неге десеңіз, айтып отырған жаңағы үлкен оқымыс кісілердің барлығы біздің үйде әкеммен бірге міне жазып өздерінің шығармаларын, Мұхтар Әуезов ағамыз болса, Жүсіпбек Аймауытов болса, Мағжан болса, Қошқет Кемеңгеров болса, қандай шығармаларын жазса да ең алдымен Жақанның пікірін аламыз. Осы кісі бізге не айтады деп сынын аламыз деп келіп отыратында. Одан кейін өнер қайраткерлері, қоғам қайраткерлері, партия қызметкерлері. Жұрт ойлайтын шығар, мына Алашорда партиясында болғандықтан мына коммунистер сырт жүретін шығар дейді. Жоқ, олай болған жоқ. Мен өзім көзім көргені, әкемнің достары, Асылбеков Абдулла дейтін, оның Ділкен дейтін қызымен бірге өстім мен. Бану дейтін коммунистке әйелі болды. Қошанбаев Қасен дейтін болды, Биға дейтін, барлығы коммунистер. Әліби Жангелдинді. Бұндай кісілердің барлығы біздің өзіміздің үйге келіп отыратын. Содан кейін Жалау Мыңбаев дейтін үлкен қайраткер, оны сіздер бәріңіз білесіздер. Мінекей өздерінің әгерді орталарында бір пікір талас болса, сөз жарыстыру болса, онда өздері бірін-бірі аямайды, бірақ өте мәдениетті тілде, сонда керемет сынап, күліп отырып сөйтетін. Мін түзелмей, іс жүрмейді дейді, сол сияқты. Әкем жас та болса, соларға көсем болды десе, мен енді артық айтқан болмаспын. Көк майса, бетегелі жерің қайда? Күмістей толқындаған көлің қайда? Ыңжың боп жер қайысқан төрт түлікпен жөңкіліп, көшіп қонған елің қайда? Көтерген ақ киізге ханың қайда? Қиғашқас бидай өңді ханым қайда? Түнерген сырт қайбынды іргең бүтін бір кезде басқа қонған бағың қайда? Қақшархан қарақылды биің қайда? Ағорда би түсетін үйің қайда? Салтанат сарыарқада құрған қазақ толықсып жүрген кеше күнің қайда? Жан жұтқан теке жаумыт атың қайда? Қалдырмас жауға тастап жақын қайда? Ұшқырат дүзу мылтық болат найза киінген көк дулыға батыр қайда? Қамығып, қанға толған жүрек қайда? Бұрқ еткен бір ауыздан тілек
қайда? Жаяуға ат, жалаңашқа киім болып, қарасқан нашарыңа көмек қайда? Бермейтін ел намысын ерің қайда? Сүйенер қысылғанда белің қайда? Өйткені айтқаны екі болмайтұғын, асыл зат артық туған бегің қайда? Жалдырмас топтан тура шешең қайда? Ұлықпен ел бастаған көсем қайда? Қазағым қазақшылық қалпың менен даңғыл жол сайрап жатқан көшің қайда? Кемеңгер дұғал ауыз кәрі қайда? Дертіңе шипа болар дәрі қайда? Масайрап кімге сеніп қарсасың? Жауап бер, осылардың бәрі қайда? Жауап сол. Өткен дәурен қайта келмес. Қаншама өксігіммен тағдыр көнбес. Бұл күнгі қарашыл қарт, парашыл би, өткендер келген менен орын болмас. Сөйткенмен қазақ көшін оңға бастап, жүруді өздігінен тағы білмес. Мейлің көн, мейлің жыла соңғыларға, қайтсын ай, қамықтау деп көзін пішкен мас. Жеген тоқтың заманы бұл, ашыққан ашынғанның түкке жүрмес. Малғұмар малдың қолы деген ақын кім қақса, жемтігін соған күмбес. Алашым, айтқан далсаң бес бұлардан, еш нәрсе тәуіп бермес, білгенге ермес. Қой бағып қасқыр қашан опа қылған, көре бер өз бетіңмен күніңді өлмес. Қайраған қолдан келмес іске әуре боп, қорлыққа тілім далсаң, болма кездес. Ал енді жаңа айттым ғой, мынау өкінішті деп айттым, 60 жылға жуық бұл кісілердің осы мұрасынан халқымыз қол үзіп келді деп. Бірақ сол 60 жыл ішінде бұл Міржақып Дулатов өзі мына Ұлы Октябрь революциясына дейін кітабы шығу бақытына ие болған санаулы адамдардың бірі ғой. Сол арқылы ескіше хат танитындар бұл кісілерді біліп келді. Егер халық арасында, жастардың арасына егер Міржақып Дулатовтардың есімдері аталып қалатын болса, сол білетін адамдардың айтуымен жетті. Мынандай жариялыққа жеткенге дейін. Осындай Міржақып Дулатов шығармаларының өзіне қасиет тұтып, оны осылай жаттап өскен кейінгі жастарға айтумен келе жатқан ұстаз, мынау Каспийдің доценті Молдабай аға. Енді өзіңіз жалғастырсаңыз осы реттегі әңгімені. Мен Міржақып туралы өзімнің есте қалған әңгімемді айтудың алдында айдада жүріп қорлық көрген, азап шеккен Дүйсенбек Ермектің Міржақып туралы бір өлеңін айтқым келеді. Міржақып өрен жүйрік топтан озған, құлашын кеңге жайған, айға созған, әсерлі әрбір сөзі мағыналы, бетіңе лептегендей шоқты оздан, ерлерін еске алғанда кім егілмес, өмірі кешіп өткен қанды майдан. Қазақтың дәл осындай дүлдүлі көп, өң саңдақ жиылғандай шаңқан боздан дейді. Осында Міржақыптың қандай орын алатыны
көрініп тұр. Сонсын бір есімде қалғаны, мен де 15 жылдай жүріп келдім ана жақта. Сондағы маған тапқан, жапқан жаласының бірі Бақытсыз Жамал деген Міржақыптың романынан өлең оқыпсың деп соныменен айыптады. Әрине ол Бақытсыз Жамал осы күні мойындалып жүр. Қазақша жазылған алғашқы роман екен. Мұнда малға сатылған қыздың зары айтылады. Бірақ ұстап алғасынан яқта ол сенің неңді ақталу жоқ, бәрібір деп қарай береді деп. Міне сол Бақытсыз Жамалды мен рас жаттап алдым деуге де болатын еді. Әрине әдейі жаттағаным жоқ. Жұрт Бақытсыз Жамалыңды оқыш, Бақытсыз Жамалыңды оқыш деп менің бала күннен бастап қайта оқыта бергесін есімде қалған еді. Енді бір айтарым, сол әлгі айдауда жүргенде қазақтың Төлеген деген бір шалы, сауатсыз, маған қайта қарап келе береді. Бала, сен жассың ғой, елге қайтарсың, мен сірә көп болмаспын, бірақ есімде қалған бір нәрсе бар еді, саған айтайын, елге барсаң жұртқа жеткіз деп. Ол 16-шы жылы Пүрием деп айтады, қара жұмысқа қазақтан кісі алып, соғыстың кезі ғой, көп қаздырып, анау ол кездегі Петроград, қазір Ленинград қой, соның ар жағындағы Псков төңірегінде болдық дейді. Февраль революциясынан кейін патша құлағасын, оларды елге қайрат. Елге бару үшін Петроградқа келіп, енді бір ауыз орысша білмейміз, кассеге барамыз да қағамыз терезесін, ар жақтан ашып бір нәрсе дейді, біз дүркіреп келіп қашамыз. Сөйтіп жүргенде бір адам, қазақтар тұра тұрыңдар деді. Жалт қарасақ, орысша киінген, басында қалпақ, үстінде макинтош бір адам екен. Отырыңдар қазақтар. Я, елге қайтасыңдар ма? Ал енді елге қайтсаңдар, ақшаларың бар ма? Кім қайраға барады деп, қалтасына кенешкісін алып, бәріміздің аты жөнімізді, баратын жерімізді жазып алып, ақшасын алып, бәрімізге билет әкеліп берді. Қуандық, сосын оңаша шығып, ойпырмай, мына кісі қаланың адамы, қаланың адамына ақша керек қой деп, өзара кеңесіп, бір 100 сом жинап алып, бір пысықтау біреуімізге, мына кісіге бер деп бергіздік дейді. О кісі 100 сомды алып, қолына ұстап тұрды да, бұларың пара ғой, біз пара алмайтын адамдармыз. Осында жиылып, Алаштың бас көтергендері енді қазақтар қайтады, соларға жол көрсету керек, билет алып беру керек деп, әр кімді, әр қалаларға бөліп, менің еншіме осы Петроград дейіп еді. Мен Міржақып Дулатов деген кісімін. Біз пара алмаймыз, параны ауылдағы болыстарыңызға беріңіздер деп, әлгі 100 сомды қайырып берді дейді. Сол 100 сом деген, сол уақытта қазақ ауылында қой 1 сомға жетпейді. Демек, 100 қойдың бағасы ғой. Соны алмағасын біз өзара айпырмай, алтынды көрсе періште жолдан таят дейтін еді. Мына кісі алтынды алмады ғой, періштені де таза адам екен деп сөйлестік дейдім. Екінші бір айтарым, әлгі Бақытсыз Жамалдың романына беташар деп жүрміз ғой, алғы сөз жазғанда, Міржақып былай дейді:
Міржақып аласаның аласасы, төмендердің төмендердің аласасы, сөзімнің бар ма жоқ па тамашасы, жылтырап тесік моншақ жерде қалмас, қазақша бір роман жаза салшы дейді. Осы аласа деген сөзге. Мынау араптан бірсыпыра үйрендік қой. Араптар үлкен адамдарға сөз қатқанда тақсыр деп қатады. Ол тақсыр деген сөзді қазақша аударсақ аласа деген сөз екен. Аласа дегенді былай мағына жағынан алып қарасақ кішіпейілді. Сонда менің кішіпейілдім дейді. Ал енді орысша алған уақытта менің қожам дейді ғой господин. Анау более дұрысырақ деп ұғам мен. Енді сол мына жастарға үлгі болсын, кішіпейілді бол деп. Қазақтың өзінде айтады ғой, кісі болсаң кіші бол деп. Солай кішілік тәрбие беруіміз керек қой жұртқа деп ойлаймын. Қазір енді осындай үлкен адамдарымызды, кемеңгер, данышпан адамдарымызды еске алып жатырмыз. Ол дұрыс, жақсы кітаптары шығып жатыр. Бірақ әңгіме біздерге, мына біздің ұрпақ, кейінгі ұрпақтарға солардың істеймін деп талпынып, істей алмай кеткен істерін істеу біздің міндетіміз ғой деп ойлаймын. Әсіресе мынау қазақ тілі, қазақ әдебиеті, қазақ халқына көмек көрсету, жақсылық істеу деп ұғамын. Міржақып кезінде оян қазақ, тұр қазақ дейтін өлеңдер жазды. Ал сол қазағымыз әлі оянып болды ма? Оянғанда кеуде жағы оянып, бөксе жағы көтерілмей жатыр ғой әлі деп ұғамын. Осы ұлтшыл деген мәселе көп. Тек бір нәрсе айтсаң, аяғың қия басылып кетсе, сен ұлтшыл, сен ұлтшылсың дейді. Сол ұлтшыл дегеннің бастығы Ахмет Байтұрсынов қой. Ахмет Байтұрсынов Потанин дейтін үлкен ғалым 80-ге келгенде соған арнап өлең жазып былай дейді. Ардақты Сверело қарт Потанын, ер сүйсе сендей сүйсін ел отанын, қазақсың, қалмақсың деп алалау жоқ, отанның тең көресін барша жанын дейді. Осы соңғы 2 жылда қазақсың, қалмақсың деп алалау жоқ дегенде нағыз интернационализм осы емес пе? Келесі сөзді жас ғалым Марат сізге берейін деп отырмын. Енді Маратты көрермен қауымға айта кетейін. Осы алғашқы Міржақып танушы деп, танушылардың бірі деп айтсақ та артық емес. Өйткені Марат осы Міржақып Дулатовтың творчествосынан диссертация қорғайын деп жүр, ізденіп жүр осы салада. Енді творчестволық жолына қарай ауыссақ. Енді мен айтайын дегенім, Міржақып Дулатов ең бірінші көзге түскені 1907 жылы Петербор қаласында Серке деген газетін шығарғаны. Сол Серке газетте 28 март күні 7 жылы жастарға деген өлең шықты. Содан 6 июньде біздің мақсатымыз деген мақаласы шықты. Сол мақаласы шыққаннан кейін Ақпатша цензурасы, жандармериясы жауып, Міржақыптар сол Петербордан кеткен. Абдрашут Ибрагимов деген сол Ульфат газетінің, соның қосымша шыққан Серке газетінің редакторы еді. Ол Токиоға, Жапонияға кетіп қалды. Сол қазір жаңа Міржақыптың қолжазбалары, Серке шығарған Серке газеті сол Токиода жатыр. Бірақ бізде қолымызда қалған Смирновтың жазған көшірмесі сол газеттің. Сол жылдары Міржақып Дулатов Ахмет Вели Менгер деген кісілермен, Зеки Валиди Тоған үлкен ғалымдармен, Григорий Николаевич Потанин деген ағай айтып отыр. Сол Григорий Николаевич Потанинға Міржақып Дулатов өлеңді шығарған, үлкен мақалада жазған. Содан Міржақып Дулатов бірінші қазақ халқына көзге түскен абайтанушы ретінде абайға арналған көп мақалалары бар. Шоқан Уәлиханов жөнінде зерттеулер, Абылай хан, Хазірет Сұлтан Ахмет Яссауи, Аль-Фарабиді де зерттеген.
енді Міржақып Дулатовтың көп мақалалары сол кездегі шығып жүрген зерттеулері татар газеттерінде болды. Қояш, тәржіманды мынау Бахчисарайда Қырымда шыққан ғасырдың басында. Сол Бахчисарайдағы Исмаил Ғаспринский деген үлкен қайраткер, Парижде оқыған кісі, сонымен бірге жазған мақалалары да бар Міржақып Дулатовтың. Міржақып Дулатов бірінші мынау 1905 жылы енді орысша айтқанда Казахская конституционно-демократическая партия құрылған Орал қаласында. Сонда олардың пікір деген газет шығарған. Соғында ат салысқан Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатов 60 жылдары мынау Зайсан деген қалада сабақ беріп жүрген Бекмұхамед молланың үйінде. Сонда Қажының. 60 жылы Қажы. Бекмұхамед. Содан кейін сол 60 жылдары сол жерде ең бірінші әсер берген Міржақып Дулатовқа Эрнст Ватсон деген болған. Эрнст Ватсон ол революционер Александр Ульяновтың жолдасы. Сол өзі жер аударылған Зайсанға. Сонда Эрнст Ватсон жаңағы өлеңдерін оқып, Достоевскийдің кітаптарын оқып, Пушкин. Сол кезден Міржақып Дулатов жаңағы татар газеттерінен көбірек оқып, татар тілін біліп, көп газет журналдар оқып, өзі де жазып жүрді. Содан кейін жаңағы 9 жылы Міржақып Дулатовтың Оян қазақ кітабы шыққанда, мынау ұлт азаттық көтерілістер көп болды ғой, Латын Америка, Орта Азия, Африкада. Сонда шетелдегі газеттер, мынау Франциядағы, Лондонда айтады, Міржақып Дулатов қазақ халқының тұңғыш манифестін жазған адам. Оян қазақ халқының манифесі. Ол ұлы революционер. Сондай бір мәліметтері бар. Екінші сондай жұмыстарының бірі сол Міржақыптың жасаған үлкен, ол тұңғыш романист ретінде көрілген халыққа. Ол Бақыт Жамал шыққанда, мына біз қарап отырмыз, Белорус халқы бар ғой, славян халықтар. Оларда 17 жылға дейін роман деген ұғым жоқ екен. Енді біз қарап жүрміз, сонда Міржақып Дулатов мынау қазақтар, қырғыздар дейді бізді, роман жазды деп, соны Петербордан, Москвадан, Шығыстану институтынан хаттар жазады Міржақыптың атына. Сіз роман жаздыңыз, жіберіңіз романды деп. Сонда бір хатында мынау академик Горлевский хат жазады. Соны Горлевскийға редакция газет Қазақ, издательское товарищество Азамат деп, мынау өзі фирменный болам қазақ газетінде, сонда Міржақып Дулатов жауап бергені. Сонда өзі романын жіберіп, өлеңдерін жіберіп, сонда ол мынау Аль-Шархият деген кітапқа өзі сол романы кірген. Сонда қазақ халқынан, енді мынау әр халықтан бар, Грузия халқы, еврей, мадияр халқы, орыс халқынан, татар халқынан. Сонда мынау қазақ халқынан Абай Құнанбаев пен Міржақып Дулатов кірген. Сонда Міржақып Дулатов бүкіл мынау тек қана Россия империя емес, осы бүкіл әлемге аты таралған осы кітаптың арқасы. Ал енді мен өткенде неде болғанда, Москвада, Шығыстану институтында болдым. Сонда директормен сөйлесіп, Міржақып Дулатовтың хаттарын көріп, сонда мен осы кітапты 14 жылы шыққан. Ағылшын, француз, неміс тілінде көрдім. Сонда жаңа Міржақып ағамыз шетелге ағылшын, француз, неміс тілінен таралып кеткен. Әр кітапханаларда бар. Сонда Міржақып Дулатовтың творчествосын қазір Гарвард университеті, Оксфорд университеті, Лондондағы, Париждегі Сорбонн университетіне сондай сабақ жүргізеді, лекция жүргізеді Міржақып Дулатовтың творчествосынан. Тағы да айтып кететін бір жайт, Міржақып Дулатовтың Соловецк лагерінде жүргенде оның достығы философ Флоренский мен Украин театрының негізі салушы жаңағы Олесь Курбаспен, сол Олесь Курбастың театрына Міржақып Дулатов сценарий жазған. Сонда жүргенде Міржақып Дулатовтардың хаттары, жаңағы күнделіктері болсын, сонан кейін ең үлкен жұмысы істегені түрік сөздігі жасаған. Түрік сөздігінде сол Қажғаридың ба, Слово полку Игоревінде көп сөздер кірген. Сонда жүргенде, мен өткен жылдары Ленинградта болғанда Дмитрий Сергеевич Лихачевқа жолықтым. Сонда Дмитрий Сергеевич Лихачев айтты, мынау Міржақып Дулатов, сонда татардың жазушысы Махмуд Будайли, өте сондай көрнекті ортамызда болған кісілер еді. Соған байланысты жаңағы Міржақып Дулатовтың түрмеде де жүрсе де, сол жерде істеген еңбектері көп, барлық олар сақталған. Ол жерде шыққан газет болған, Перековка деген. Перековкада Міржақып Дулатовтың аңыздары шығып тұрған. Тағы айтып кететін бір мәселе, Міржақып Дулатов ең тұңғыш қазақтың математигі. Қазақтың жаңағы есеп құрал деген кітабы 1914 жылы Орынборда шыққан. Содан кейін баспадан Міржақып Дулатовтың математикадан 32 кітап шыққан.
сол 32 кітабы қазір мынау Пушкин библиотекасында сақтаулы тұр. Енді тағы да мынау жаңа есеп құралы айтқанда, сол есеп құрал бірінші қырғыз тілінде де шықты. Сол әлі күнге дейін сол Қырғызстанда Міржақып Дулаттың есеп құралымен оқып жүр. Осындай мәселелер, әлі зерттейтін нелер көп, жұмыстар. Мен қазір тізім жазып жүрмін Міржақып Дулаттың еңбектерінен. Енді мақалалар мен зерттеулер тек қана мен карточкаға түсіргенім 1000-нан астам болады. Бірақ мен ойлаймын, одан да көп шығар деймін. Мына шетелдегі шыққан кітаптарына байланысты еңбектерге қосқанда. Сон таяуда қазір тағы айтып кететін мәселе, біз апай екеуміз сол Міржақып ағамыздың 25 баспа табақ еңбегін дайындап тапсырдық баспаға. Сол апайдың өзі жалғастырып жүрсеңіз. Енді Міржақып Дулаттың тек қана біз жазушылық, шығармашылық қана емес, басқа да қырларын аша кетсек, ол кісі енді композитор болған деген сөз бар. Қазақ романстарын шығарған тұңғыш мынау Санкт-Петерборда 7-ші жылы болғанда, олар Абайға арналған кештерде өткізген. Сонда Әлихан Бөкейханов, Халел Досмұғамбетов, Сералы Лапин деген азаматтармен, Ахмет Біремжанов деген кісілермен бірге шығарған. Сонда Абай кештерінде Міржақыптың Таза бұлақ деген, Сағыну деген романстар болған. Ол енді гитарамен орындайды. Міржақып туралы айтқанда, оның үй үшін қай уақытта үйленгенін, кімге үйленгенін айтуым керек. Бұл менің әкем 1914 жылы көкек айында анау Орынбордан Омбы қаласына барады. Омбы қаласында өзінің қалыңдығы Ғайнижамал Баймұрат қызы Досымбекова дейтін, мына келешекте енем сосын маған шеше болды. Бұл кісі дәрігердің қызы. Ғайнижамал ол кезде 19 жаста. Сол Міржақып тойын ненің Омбының бір Коломзино дейтін бір жағында жетпейтін станцияда той болған. Ол тойға қатынасушылар белгілі кісілер болған. Оның ішінде Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин болған, сонда семинарияда оқып жүрген. Содан кейін Мукучев, Ерғосай дейтін, сосын өзінің қолынан ұзатып отырған шешемнің ағасы Омар дейтін кісі болған. Сол тойға Омар өзінің бір жорғатын сатыпты. Одан кейін тағы қалтасына 150 сом ақша қосыпты. Одан кейін Міржақыптың өзі қосылуына керек. Сөйтіп бір үлкен той жасаған. Сол жерден 1-2 күннен кейін ана пойызға жұрттың барлығы шығарып салып Орынборға алып келеді. Орынборда сонда біз бір татарлардың үйінде тұрыппыз. Онда ол квартира деген қиын, дайын тұрған пәтері жоқ, сол үйде тұрыппыз. Сол келесі жылы дүниеға мен келіппін. Сондағы мынау менің 6 айлық кезіндегі түскен сүгіретім. Бұл 16 жыл әрине, 16 жыл, 9 айлық мен. Содан енді Міржақып пен Ғайнижамалдың 5 баласы болған. Менен кейін 3 ұл, 1 қызы болды. Бас аяғы 5 баласы. Менен кейінгі баласының аты Абылай, одан кейін Халида дейтін қызы болды. Содан кейін Наурызбай, оны Науан дейтіміз. Ол Науанның сүгіреті мынау 9 айында сол воспаление легких болып салқын тиіп, 24 жыл туған інім еді, сол қайтыс болды. Содан кейін қазақ айтады ғой, сүтпен бітті дейді. Келесі жыл 25 жылы мына баласы туған. Бұл Әлібек. Бұл да сол 6 ай, 7 ай шамасындағы түскен кезі Әлібек. Бұл 10 жасында 35 жылы май айында қайтыс болды. Өте қайғылы уақиға болды. Ол біздің үйге шананың астында қалып, қолы сынып, содан кейін ішіне зақым келіп, май айында қайтыс болды. Сол мына менің шешем қыздардың ортасында ұлдары болмаған дейін әке шешесі бұны еркек шорағып, еркекше киіндіріп, үстіп өсірген. Мына қасында түрегеп тұрған гимназия формасын киген, ол Гүлшахара дейтін ең кіші сіңілісі. Ана отырған еркек баласы сияқты киініп отырған ол менің шешем Ғайнижамал. Бұл Ғайнижамал сол 14-15 жасына дейін осындай қалыпта жүріп, содан кейін ұлт киімін қазақша киіндіріп, сосын европейше киіндіріп. Әкелері
Баймұрат Досымбеков дейтін кісі, ол омбыда дәрігер болып, сонда бір больницаның бас дәрігері болып істеген. Бұл шешесі не еркек емес, еркек балалар оқитын гимназияға беретін, не қыз емес, сондықтан үйде оқытқан, мұғалім жалдап. Екі тілді, мінекей қазақша да, орысша да өте сауатты болды кісі, шешем. Кейін әкем ұсталып кеткеннен кейін кітапханада істеді, соның бастығы болып. Содан бір Орынборға келгеннен кейін, мынау көрсеттің ғой деймін, мына Сүгірет Жаңыл Қадырбаева дейтін өзінің досы, мына кісі бер жағындағы менің шешем Ғайнижамал, бұл Орынборда сол Жайық елінің оқалы сондай бешпентімен қазақша киініп түскен суреті. Бұл 14-ші жылға суреті. Мынау биігірек, мына осы менің шешем болады, Ғайнижамал. Содан кейін ол кезде Орынборда көп қазақтың қыздар оқып жүрген. Мынау ортадағы шетте отырған менің шешем Ғайнижамал, ортада тұрған Аққағаз Досжанова, қазақтың дәрігері. Бер жақтағы гимназия формасын киіп тұрған Гүлайым Балғынбаева, Байгөрин дейтін апамыз болды. Бұл кісі мұғалім болып істеді. Осы бертінде 10 шақты жыл болды қайтыс болғанына. Ал енді Міржақыптың Орынборда тұрған достары кім десек, онда жаңағы журналистар, Фатих Каримов дейтін, ол мына баспаның Уақыт газетінің редакторы болып тұрды. Содан кейін мына қазақ газетінің типографиясын, редакциясын жолға қоюға, уақытша үй беріп, сонда өздерінің көмегін көрсетіп тұрған жолдастар болатын. Сосын менің әкемнің айтып отыратыны, менің дейді, достарым башқұр болып дейді, башқұрттың тілін білетін, татардың тілін жақсы сөйлейтін, немістің тілін білетін, поляк, сосын барып жаңағы эсперанто дейді, международный язык дейді, соның дәріптеушісі болды. Ол бір мақаласына келтіріп отыр, мына международный тіл үйренем десеңіз, Варшавада пәленше докторға хат жазыңыздар, оның адресін береді. Сол мінекей шет тілге үлкен мән беретін. Содан мен 3-ші класста оқып жүргені мені неміс тілін оқытты. Содан кейін неміс тілін ол орысшаға тәржімеледі, одан орысшадан қазақшаға, сөйтіп өзі тексеріп отыратын 3 тілді мен қатар жүргізетін. Сол енді үй ішінде бала шағасына тәрбие бергенде өнегеден әрине біз әке шеше не істейді, ұяда не көрсең соны дейді. Сол сияқты мінекей жолдастарына қараймыз, қандай бір үлкенді үлкен деп санайды, жастармен жасша сөйлейді, баламен балаша сөйлейді. Мінезінде әкемнің бір үлкен қасиеті, ол біз айтқанда оптимист дейміз ғой, өтті көңілді жүретін. Содан кейін тілге шешем болатын о кісі. Ортада отырғанда жұрттың барлығын өзіне тартып магниттай бауырлап сөйтіп кететін. Содан кейін о кісінің мінезінде қатаңдық та болды, жұмсақтық та болды, көңілшектік те болды. Ал енді басынан сөзді асырмайтын. Бұл балаға тәрбие бергенде алдымен ана тілін, қазақ тілін жақсы ұйғару керек. Сол үшін мені кішкентай кезімде қырға жіберетін. Қыр дегенде мені Семейде, Семей, Шыңғыстау, осы Абай атамның ауылына. Біз шешем екеуміз 20-21 жылдары, 22 жылға дейін біз Семейде тұрдық. Ол кезде әкем менің Көпсотта судья болып істейтін. Сонда Торағыл өзінің Абайдың баласы, досы болды. Сол үйде тұрып жаттық біз. Енді ол Абай атамның төңірегіндегі үлкен қариялардың барлығын мен көрдім. Ысқақтың баласы Данияр, Торағылдың баласы Жебешаға дейтіміз Жебірәйел, сосын Құзайыр дейтін балалар болды. Сосын Арқат дейтін кісі болды, оны Арқашата дейтін едік. Бұғыбай дейтін кісі болды. Шәкәрімат анында мен көргенім бар, бірақ қазір түсі көз алдымда жоқ. Суретін көргеннен кейін шырамытам, бірақ жеті қазір есімде жоқ енді. Онда мен өте жас болатым. Одан бертін келе біз Орынборда тұрғанда 24-ші
Қанышаға Сәтбаев келді. Ол кісі онда Томскийде технологический институт оқып жүрді. Ауырлықтан бір жыл отпуск алып, содан кейін қысты біздің үйге келіп Орынборда тұрғанда. Как раз 24-ші жылы Лениннің қайтқан уақыты болатын, январь айы, өте суық болды. Мен сол кезде скарлатин ауруымен ауырдым. Мына үйде кішкентай балалардың барлығын жеке карантин деп басқа өзінің сіңлісінің үйіне қойды. Сонда бір қыз Қаншаға біздің үйде болды. Сонда жаңа жылда ол кісі мамам екеуі әлгі мазурка билеп, бал, сондай есімде бар. Сосын бұл Қаншаға скрипкада тартатын, мандолинді ойнайтын, өлеңді айтатын. Вот бірінші қысты күні мен сол Қаншағамен танысқам. Одан кейін бізге ылғи жаз қысы келіп тұратын ол Мұхтар Әуезов ағамыз болды. Мұхтар Әуезов аға өзіміздің үйдің бір мүшесі сияқты, әкемнің туған інісі сияқты, әр жағынан дос болып, пікірлес болып, мінекей әдебиет саласынан екеуі сол тізе қосып, бірмен бірі жұмыс істеп, сыйласып, сөйтіп тұрған інілерінің бірі. Біздің үйде Мұхтарға арналған көрпелер болатын, төсек орны бөлек болатын, соны мына Мұхтар ағаның көрпесі дейтіміз. Ал енді ол кезде Міржақыпта ешқандай байлық жоқ. Мына төселген үлкен кілем болатын, түкті, сол кілемге кәдімгідей жұрттың барлығын жатқызатын. Ол елдің де салты сондай болатын. Күнде жеп қояды, түнде барлығын қатар салады. Мінекей осындай. Осы сөзіңізге жалғастырайын. Сіз жаңа дұрыс айттыңыз, бұл кісілер біз тек қана таза бұлай тар ұлтты қармауымыз керек. Осы жасақ бір, мысалы сіз жаңа Орынборда дұрыс айттыңыз. Орынбор сол кездегі жалпы мынау Орал өңіріндегі үлкен орталық болатын, мәдени орталық. Сол жерде татардың, башқұрттың белгілі мәдениет қайраткерлері, жаңа сіз айтқан Риза Фахретдинов, бірнеше томдық татар мәдениетінің энциклопедиясын жасаған кісі. Соның кейін жаңағы өзіңіз айтқан Фатых Каримов, ағайынды Рамиевтер, Тимур Соловьев, осы сияқты татардың көрнекті мәдениет қайраткерлерінің бәрінен бұлар Байтұрсынов, Дулаттар өте жиі, өте жақын араласқан азаматтар. Біз енді осы жерден айтуымыз керек, қазақ мәдениеті 20 ғасырдың басында үлкен бір өзі дамуды басынан кешірсе, оған үлкен бұлай достық көмегін көрсеткен, үлкен бұлай жақсылық жасаған сол татар интеллигенциясы. Солай емес пе? Солай. Мысалы қазақ газеті, қазақ жазушыларының еңбектері, солардың бәрі сол татар интеллигенциясының тікелей қолдауымен, сүйемелдеуімен жарық көрді, елге тарады. Солай емес пе? Солай. Ал енді бұлар соны көргенде бұл мәселені ары дамытып айта беруге болады. Орыс интеллигенциясының алдыңғы өкілдерімен олардың жақсы достық қатынасы. Бұның бәрі бұл Міржақып Дулатов, оның серіктерінің өте кең, масштабты, өресі үлкен адам екенін көрсетсе керек. Жаңа Марат бір сөзінде айтып кетті ғой, сіздер кітабын тапсырған екенсіздер. Енді жалпы жақын уақытта мына көрермендердің қолына қандай кітаптар тиеді, сол жайында. Сонан кейін енді жаңа айтып кеттім ғой, бәленбай жыл, мысалы 60 жылдан астам уақыт бұл кісілерді білмей келген ұрпақ өкілдері бар ғой. Сол кісілер қалай танитын болады? Біз жалпы Міржақып Дулатовты қалай танимыз, қалай игереміз бұл кісілердің байлығын дегенде әрқайсыларыңыз өз ойларыңызды қысқаша айта кетсеңіз. Бұл алдымен айтарым, революциядан бұрын шыққан шығармаларын орта буын біздің ағаларымыз өте көп оқып, жаттап, жадында сақтап, міне ол деген сияқты кісілер. Оның тауқыметінде тартып, азабында шегіп, анау айдауында да болып, ал енді осындай ескі оқыған, әкемнің шығармаларын жатқа білетін кісілер арамызда әлі баршылық, бірақ ол күннен күнге сайын азайып, сөйтіп бара жатыр. Ал енді мына жас ұрпақ Міржақып дегенде әлі білмейді, қысқасы, қазір айтсақ шынында. Ал енді биыл амандық болса, біз кеше 14 февраль күні мына Марат екеуміз барып, әкемнің таңдамалы шығармасын бір томдық 25 печат баспа табақ кітабын өткіздік. Ал енді мен бір қуанатын нәрсем,
Міржақып ойлады ма, ойламады ма, 70 жылдан кейін артынан қалған Гүлнар сол менің шығармаларымды жиыстырып, бір қалыпқа келтіріп, одан барып, оны түзетеді ау, қолын үшін тигізеді ау дейді. Ал енді мен өзім сол бұрын араб әрпімен ата Байтұрсыновтың төте оқуын мен қаттаныған, сол себепті маған оңай болды. Мен жатық сондай жақсы оқимын жүгірте. Сонымен жаңағы шығармаларын барлығын тексергенде мен оригиналына қарап отырып, барлығын өзім түзетіп, кем жерін толтырып, қате жерін түзетіп, өз қолымнан өткіздім. Мен соған өзімді өзім бақытты деп санаймын. Әркім әрине әкесін жек көретін кісі жоқ қой. Әкемен мен мақтаныш тұтамын. Әкем осындай жарық көріп, енді кітаптары халыққа тиейін деп жатқан, осы амандық болса, биылғы жылда 5-6 айдан кейін тиіп қалады. Оның үстіне жалын баспасы 5 арыс деп, міне осы кісілермен мен әкемді қосып, үлкен кітап шығарайын деп жатыр. Мен оған да сол 4 печатный баспа табақ еңбегімді, естелігімді бердім. Содан кейін ол да шығып қалады жақында. Ал енді күнделікті газет журналдардан сіздер көріп жүрсіздер. Мінекей қасымда отырған Мәмбет те, атсалысып, Марат та, барлығы отырған сіздер. Осындай жас ұрпақтарды армандаған шығар кезінде менің әкем. Мінекей сіздер енді қолға алып, жұртқа соны көрсетіп, еңбегін айтып отырғандарыңызға мен сондай риза болып, рахметімді сіздерге айтамын. Ал енді әкемнің көп жыл жатып қалған үшін жастардың білмеуі ол аянышты нәрсе. Оған енді ол заманның ірітпесі болды. Енді қазір барлығы түзелді. Жаңғыз менің әкем ақталып шыққан жоқ. Ол кісімен қатар 14 адам азамат шықты. Олардың барлығы оқымысты кісілер. Енді келешек әр талапкер әр қайсысын зерттеп, барлығын өз орындарына келтірер. Ал енді олардың өзінің адал, жақсы есімдері оралып, ұялмай, қорықпай, барлығын айтып көрсету, насихаттау, зерттеу, оны келешек міне жас ұрпақтардың міндеті деп түсінемін. Қазір осы Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов және басқа қазақ жазушы ақындарының шығармаларымен танысып жатырмыз. Біз бір айтатын нәрсе, осы революцияға дейінгі осы азаматтардың, осы біздің интеллигенция өкілдерінің еңбегі негізін ағартушылық бағытта болды. Ал енді бұлардың әрқайсысы бір кәусар бұлақ. Ғажап. Сондықтан қазіргі ұрпаққа беретіні бұлардың өте көп қой деп ойлаймын. Біз жаңа сіздің сөзіңізге қосыламын. Біздің бұл осылардың творчествосын, қоғамдық қызметін жан-жақты зерттеу, насихаттау біздің борышымыз. Осы енді бұл кісілердің кітаптары қазір шығып жатыр. Бірақ ол кезде араб әрпімен шықты. Басқа да біздің зиялыларымыз, ақылды адамдарымыздың кітаптары сол араб әрпімен басылды да, соңғы жастар оны қолы жетпей оқи алмай қалды. Менің бір ұсынысым жұртшылыққа, солардың барлығын қайта осы орыс әрпіменен қайта шығаруға болмас. Бірақ 6-7 том қылып таңдамалы шығармаларын шығару керек қой деймін. Сосын бізде осы бір қолға алынбай жүрген мынау терме жақсы болып шығып жатыр. Ал қазақта мақал көп. Сол мақалдың көбі Ахметтің аузынан шыққан, Байтұрсыновтың. Олар әрине арабша жазылды. Соларды осы жаңа әріппенен жазып шығарса екен деймін. Ал енді бұл ақталып жатқан арыстарымыз біздің рухани әлемімізде, ұлттық санамызда орнын үрейіп бос тұрған бір бос кеңістік болатын. Осы бос кеңістікке жарық сәуле түсті. Ол бірте-бірте нұрланып, үлкен жарық нұрға айланып келе жатыр десек артық емес. Сондықтан сіздерге бүгін хабарымызға қатысып әңгіме айтқандарыңызға көп рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге де игіліктеріңіз молая берсін деймін.